Явуз Джемоны қармағына түсіреді. Джемо ол жерден сытылып шығып үйіне қарай қашады. Явуз адамдарымен артынан қуады. Явузды Жевдет өз адамдарымен күтіп алады. Жевдет Явузға: Рыфат, бала, Ведат, осы айтқан есімдер сені түрмеге жабу үшін жеткілікті. Явуз: біткен жерің осы, полиция келе жатыр, сондықтан балаларды жібер дейді. Явуз адамдарына Юсуфты босат деп белгі береді. Юсуфты босатады. Жевдет: Джемоны босат, сосын мәселеңді шешеміз дейді. Явуз Джемоға қару тақап: менің шаруам сенде де емес, мына балада да емес. Мен мұнда қызымды алып кету үшін келіп тұрмын. Менің мәселем ол Азизе дейді. Азизе: сен не айтып тұрсың? Бұл не сандырақ, бауырымды босат дейді. Явуз: мен шындықты айтып тұрмын. Сен менің қызымсың, менің қанымсың. Мен мұнда менен 20 жыл бұрын ұрлап әкеткен жанды алып кету үшін келіп тұрмын. Керек болса барлығыңды құртамын, өзімді де құрбан етемін. Бірақ қызымды алып кетпей қоймаймын. Бауырыңды егер сен менімен бірге кететін болсаң ғана жіберемін. Немесе ол өледі, таңда дейді. Азизе Явуздың айтқанына келісіп: бауырымды жібер, мен сенімен бірге барамын дейді. Азизені алған Явуз Жевдетке: егер полиция ізімнен түсетін болса, қызым екеніне қарамаймын, Азизені атып тастаймын, сосын адамдарыңа айт, тез тарасын дейді. Солай Явуз Азизені алып кетеді. Джемо: Явуз, мен сені өлтіремін деп артынан жүгіреді. Қалған бауырлары шарасыздан әпкелерінің артынан жылап қала береді. Явуз: мен зәбір көруші емес, қылмыскер екенмін ғой. Анау неме менің қызымды ұрлап әкетті. 20 жыл бойы мен сені іздедім. 20 жыл бойы ұйқы күлкі көрмедім. Сонда менің қаншер болғаным ба, айтшы дейді. Азизе: сен көп нәрсе айттың, бірақ шындық ол жерде біреу ғана. Сен қаншерсің? Сен менің әке-шешемді өлтірдің. Мен сенің бір сөзіңе де сенбеймін. Сен менің бауырларыма тиіспесін деп қана мен сенімен бара жатырмын дейді. Явуз Азизені анасына ертіп келіп, анамның қолын сүй дейді. Азизе анасының қолына түкіріп жібереді. Мен сендердің қанды қолдарыңды сүйгенше өлгенім артық. Сендер қаншерсіңдер деп айғайлап заттарды сындыра бастайды. Явуздың анасы жынданып кетіп, Азизені шапалақпен салып қалады да: мынаны апарып қамап қойыңдар, өз-өзіне келсін дейді. Хамиет келіп: сол күнді 20 жыл бұрын Рыфат сені ұрлап әкеткен күнді мен ешқашан ұмытпаспын. Ол неме бізден сені ғана алып кеткен жоқ, ұлымды да өлтіре жаздады дейді. Рыфат баламен Азизені алып қашып кеткенде артынан қару алып жүгірген Явузға оқ атқан екен. Атқан оғы Явуздың бұтына тиіп, содан кейін Явуз бедеу болып қалған екен. Азизе: сен де ұлың Явуз да аурусыңдар, мен сендердің айтқандарыңа сенбеймін дейді. Сонда Явуз оған: сенбесең міне оқы деп Рыфаттың Жевдетке жіберген фотосын көрсетеді. Ол жерде: Жевдет аға, бүгін менің бақытты күнім, Азизе маған әке деді, Явуздың қызы маған әке деді деп жазған екен. Үй көмекшісі Азизеге тамақ әкеліп береді. Азизе оған: менің қашып кетуіме көмектесші дейді. Көмекші: сен үшін енді қанша адам өлуі керек, олардың айтқандарын істе. Әйтпесе бұл қанды кектің тоқтайтын түрі жоқ. Сен туған кезде Хамиет ханым сені Девранға тұрмысқа шығады деп уәде берген. Сен Девранға тұрмысқа шықсаң, ол екі әулет арасындағы жылдар бойы жалғасып келе жатқан қанды кекті тоқтатпақ. Әйтпесе олар Явуз мырзаны өлтіреді, Ұзынқая әулеті құритын болады дейді. Азизе: маған бәрібір деп қаша жөнеледі. Тоқтатпақ болған Явуздың аяғына шанышқы тығып қашып кетеді. Явуздың адамдар артынан қуа жөнеледі. Азизе шөптердің арасына жасырынып үлгереді. Есік жаққа келіп еді, күзет тұр екен. Содан сол жердегі ат қораға келіп жасырынады. Явуздар келіп тауып алады да Азизені сол жерге байлап тастайды. Хамиет келіп: сенің тағдырың сен туған күні жазылып қойған. Сен көп ұзамай қалыңдық атанасың. Сенің кесіріңнен қаншама адам өлді. Бұлай жалғаса бермейді. Сен ол адамға тұрмысқа шықпайынша біздің арымыз да қанымыз да тазармайды дейді. Азизе: мен өлсем де тұрмысқа шықпаймын, одан да өлгенім артық дейді. Хамиет: сенің өлгеніңнен не пайда? Егер өлем деп қорқытатын болсаң, бауырларыңды ойла. Мен оларды аман қалдырады деп ойлайсың ба? Олардың тыныш өмір сүргенін қаласаң, менің айтқанымды істейтін боласың дейді. Тойгу Азизені уайымдап үйлеріне келеді. Сол жерде Нежла оны көріп қалып: сен менің ағаммен не бүлдіріп жүрсің? Мен екеулеріңді таңертең көрдім, қалай сөйлескендеріңді. Мен сенің қандай екеніңді білемін. Өзіңе басқа жем тігізде, ағамнан аулақ жүр дейді. Тойгу: жетер енді, мен емес,
ол менің үйімнен шықпай торуылдап жүрген. Тергеуге алғың келсе, мен емес ағаңды терге дейді. Сухейла екеуінің әңгімесін естіп тұрған еді. Және өзі де Хашметтің бір нәрсе бүлдіріп жүргенін сезіп жүрген еді. Күдігі рас болып шығады. Содан заттарын жинап үйден кетемін дейді. Хашмет Сухейла бұндай қадамға барады деп ойламаған еді. Сухейланы тоқтатпақ болады. Сухейла оны тыңдамастан кетіп қалады. Неджла мен анасы Рәмзи жетімдердің үлкендері жоқтығын пайдаланып, үйдегі барлық заттарды тасып әкетеді де үйді сусыз, жылусыз қалдырады. Мелис олардың бұл істегендерін біліп қойып, анасы мен әжесіне: байқұс балаларды жайына қалдырсаңдаршы, олардың алдында әпкелерін ұрлап әкетті, полицияға барады да алмайды, күткеннен басқа амалдары жоқ дейді. Рәмзи: шынымен неге полицияға бармайды екен дейді. Мелис: қалай барады? Олардың тіпті құжаттары да жоқ. Полиция араласатын болса, ол балаларды бір-бірінен айырады. Балаларды жайына қалдырсаңдаршы, болды ғой дейді. Рәмзиенің ойына қу ой келіп, яғни балалар кішкентай болғандықтан оларды жетімдер үйіне алып кетуі мүмкін екен ғой, не күтіп отырмыз деп полицияға жетімдер туралы айтып береді. Содан әлеуметтік қызметкерлер келіп, Фиданды, Самет пен Балымды жетімдер үйіне алып кетеді. Сол уақытта Жевдет жұмылар Явуздың адамының ізіне түсіп, Азизені қайда жасырып отырғанын анықтайды. Явуздың үйіне келеді. Азизе ол жерде жоқ болып шығады. Азизе: Джимо, сен мені осында іздеп келетініңді білемін. Осы хатты оқитыныңды да білемін. Менің саған айтарым осы, мен тоқтауың керексің. Енді мені іздемеңдер. Мен өз еркіммен туған әкеммен қалатын болып шештім. Мен үшін қаншама адам жапа шекті. Енді олай болғанын қаламаймын. Енді сен қалған бауырларымызға қамқор болуың керексің деп хат жазып қалдырған екен. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Қолдау білдіріп лайк басып каналыма тіркеліңіздер. Алдағы уақытта қорғансыздар түрік сериалдарының бөліміне каналымда шолу жасайтын боламын.